менен амандасып алайыкчы. Кербениз Tabiini bağlasın, ülkeleri görgende sayın desip ağladı. hayırlı gün olsun. Hayırlı gün olsun. Bugünkü gün sendilike şola olsun. Жарайсыңдар балалар. Балалар сабақты бастамас бұрын мен сендерге бір ән тыңдатқым келіп тұр. Бәріміз мұқият тыңдайық. Енді екінші әнімізді тыңдайық. Балалар, бұл әндерді тыңдағанда біздің көңіл күйіміз өзгерді ма? Көңіл күйімізге әсер ете ме екен музыка? Әсер етеді екен, я? Бірінші музыканы тыңдаған кезде не болды көңіліміз? Күшті болды ма? Көңіліміз көтерілді ма? Билегіміз келді, я? Екінші музыканы тыңдаған кезде не болды? Көңілсіз болды, я? Көңіліміз түсіп кетті ма? Жаңбырлы күн сияқты болды ма? Көңіліміз? Балалар, музыка көңілге әсер етеді екен, я? Музыка дегеніміз не екен өзі? Біз музыканы көзімізбен көре аламыз ба? Көре алмаймыз, я? Қолымызбен ұстай аламыз ба? Мұрнымызбен еске аламыз ба? Жоқ, еске алмайды екенбіз. Ал музыканың түсі қандай екен? Түсі жоқ екен, я? Тек қана не істейді екенбіз? Тек қана ести алады екенбіз, я? Тек қана құлағымызбен ести алады екенбіз. Жарайсыңдар. Сол үшін барлық әлемде музыканың көңіл күйін түсіну музыка сезім тілі деп аталады екен. Себебі музыкада белгілі бір шекара жоқ, бояулары көп, әсем әуен дыбыстарға толы екен. Сондықтан көңілді музыка тыңдаған кезде біздің көңіліміз не болады екен? Көтеріңкі, көңіліміз көтеріледі екен, я? Көңілсіз музыка тыңдаған кезде көңіліміз мұңаяды екен. Енді балалар, бәріміз назарымызды тақтаға аударайық. Бүгін мен сендерге нота сызықтарын дайындап алып келдім. Мынау нота сызығы деп аталады. Өткен сабақта өтіп едік, я бұны балалар? Нота сызығы 5 сызықтан тұрады екен. Төменгі және жоғарғы ноталарымыз төменнен жоғарыға қарай жайласады екен. Төменгі бірінші нотамыз до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до екен, я? Ал енді осы дыбыстарды пианинода тыңдап көрейік, я? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Не болды, даусымыз жоғарылады ма? Жоғарылады, я? Мынау төменгі дауыс ма екен? Төменгі дауыс. Жүрісіне ұқсайды, я? Қасқыр. Ал мынаушы? Қоян жүрісіне ұқсайды екен, я? Бұл жоғарғы дыбыстарымыз екен.
аттаған күзгі бақ әнімізді айтайық. Бәріміз бірге даусымызды қатты шығарып, әдемі болып тұрып, билеп көңілді айтайық. Бұлан сыңғаны көріңіз не болды? Күшті болма, енді сергіту сәтін жасайық, сендермен бірге. Кәніге бәріміздің көңіліміз көтеріңкі, билеп, сергіп, көңілімізді көтеріп алған болсақ, іс-әрекетімізді жалғастырайық. Бүгін
мен сендерге әуендарға қимылдарға бокал және қасық дайындап алып келгенмін. Қазір бәріміз отырып қасықпен бокалдан қасықты бокалға ұрып дауыс шығару арқылы музыка ойнаймыз, иә? Ұнай ма сендерге ол? Ұнай ма? Өткен сабақтарда ойнаған едік, иә, солай? Бәрімізге жетті ма? Орынды? Жеткен болса, кәнекей бәріміз отырып алайықшы. Бір-біріңе беріп жіберіп, көмектесіңдер достарыңа бокалдарды. Беріңдер. Бер. Әркім өзінің қасына бір-бір бокалдан қойсын. Кәнекей. Бәріне жетті ма бокал? Жеткен жоқ па, кімге жетпей қалды? Сенікі. Асмира, сенікі. Болды, әрқайсыңызда бар ма енді бокал? Достарыңа қараңдар жан-жағыңа. Бәрінде бар ма? Айша, сенде бар ма? Айшада жоқ екен, иә? Қасық. Бәріне бір-бір қасықтан достарымызға береміз. Бере бер. Бер, достарымызға бер. Сендер де беріңдер. Ана жаққа беріңдер достарыңа. Кезек-кезекпен балалар. Достарыңа бер. Бер. Ма, Ибрахим. Бер. Бәрі қолдарына бір-бір қасықтан алыңдар. Ал. Қасықты бокалға жай ұрып дыбыс шығаруды білеміз, иә, балалар? Семен өзіңе ала бер. Өзіңе ал да болды, отыра бер. Ма, Дастан. Мына Айбек, көзайымда бар. Іңкарма. Бәріміз оң қолымызға ұстайық қасықты. Оң қолымызға. Оң қолымыз қайсы? Олма барлығына жетті ма? Қазір мен музыканы қосайын. The Bluetooth device is ready to pair. Қазір мен колонканы қосып алайын.
Балалар, сендерге ұнады ма бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекетіміз? Нақты қимылдарымыз ұнады ма? Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылау ретінде сендерге бір ойын алып келдім. Ойынымыз жүргізуші деп аталады. Мен тілші яғни журналист болып сендерге сұрақ қоям. Сендер өздеріңді теледидарға түсіп жатырмыз деп ойлап, менің сұрағыма жауап беріңдер, жарай ма? Бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекетіміз сізге ұнады ма? Ұнады ма? Иә. Музыканы біз көзімізбен көре аламыз ба? Жоқ, көре алмаймыз, иә? Қолымызбен ұстай аламыз ба музыканы? Жоқ, ұстай алмайды екенбіз, иә? Иісін сеземіз ба? Жоқ, тек қана не істейді екенбіз біз музыканы? Не істейді екенбіз? Құлағымызбен тыңдайды екенбіз, жарайсыңдар. Айбек, біздің нота сызығымыздағы бірінші нотамыз қандай екен? Бірінші до. До нотасы екен, иә, жарайсың Айбек. Дастан, көңілді музыка тыңдағанда көңіліміз қалай болады екен? Көңіліміз көтеріледі екен, иә, жарайсың. Севинч, көңілсіз музыка тыңдағанда не болады екен? Көңіліміз мұңаяды. Көңіліміз мұңаймайды ма? Мұңаяды екен, жарайсың. Айсұлтан, бүгінгі сабағымыз сізге ұнады ма? Ұнады. Не ұнады сізге, жанайдар, сабағымыздың? Қай жер ұнады? Ән айту ұнады ма? Ұнады, иә? Әуенді ырғақты қимылдарымыз сізге ұнады ма, Әділет? Иә, ұнады. Мұса, сізге бүгінгі сабағымыздың қай жер ұнады? Қай жер ұнады? Қасынан бақалға ұнады ма? Ұнады. Ұнады. Асылжан, біздің әніміздің аты қандай еді? Өткен сабақта жаттаған әніміздің аты. Күзгі бақ. Күзгі бақ, иә? Күзгі бақ әні екен, иә? Сізге күзгі бақ ұнады ма? Әніміз? Ұнады. Ұнады. Имран, сізге қасықпен бокалға ұрып дауыс шығару ұнады ма? Иә, ұнады. Сізге ше? Сізге ұнады ма қасықпен бокалмен дауыс шығару? Иә, ұнады. Жарайсың. Расул, сізге сабағымызда не ұнады? Күшті ма? Көңілді музыка тыңдағанда көңіліңіз қалай болады екен, Муслима? Күшті болады екен. Көңілсіз музыка тыңдағанда сәлем қалай болады екен? Көңілсіз музыка тыңдағанда да күшті болады ма? Қалай болады? Жоқ. Көңілсіз болады, көңіліміз мұңаяды. Ақбаян, біз көзімізбен көреміз ба музыканы? Көре алмайды. Сен ғана не істейміз? Ой, молодец, құлағымызбен не істейді екенбіз. Сізге ше? Сізге ұнады ма сабағымыз? Бек ұнады ма? Ұнады. Қай жер ұнады? Ән айту ұнады ма? Ой, молодец, жарайсыңдар балалар. Балалар, осымен біздің ұйымдастырған іс-әрекетіміз аяқталды. Сендерге көп рахмет. Орнымыздан тұрып, марш екпінімен музыка залымыздан шығайық.